компьютерлер, телефондар, планшеттер, банкоматтар, смарт сағаттар бұл бағдарламалық жасақтамасыз тек темір. Ешқандай әрекет жасау мүмкін емес. Ең бастысы мұның ішіндегісі. Операциялық жүйе кез келген компьютердің негізі. Бұл есептеу жүйесінің құрылғылары мен қолданбалы бағдарламалар арасындағы интерфейс. Жүйелік ресурстарды тиімді бөлу арқылы құрылғылар мен жұмыс процестерін басқару. Шектеулі ресурстары бар көптеген тапсырмалар мен бір уақытта жұмыс істеу үшін ең алдымен бағдарламалық абстракцияның әрбір қабатының маңыздылығын түсіну қажет. Курста біз қабатқа қабат қосу үрдісін жалғастырамыз және кэш файлдары мен алмасу буферінің тақырыптарына жетеміз. Бұл үшін деректердің қандай құрылымдары мен механизмдері пайдаланатынын зерттейміз. Компьютердің құрылымын, процессор мен оның регистрлерін орналасуы, виртуалды жады түсінігін және оның сегментация үрдісін, семафорлар не үшін қажет екен, кедергілерді жеңу жолдарын зерттейтін кез келді. Осы және басқа да сұрақтардың жауабын біздің курстан таба аласыз. Ең бастысы, біз күнделікті қолданып жүрген бағдарламалық құралдың негізі болып табылатын операциялық жүйелердің эволюциясын қарастыратын боламыз. Курсымыздың авторлары: физика-математика ғылымдарының кандидаты доцент Мансурова Мадина Исимхановна, физика-математика ғылымдарының кандидаты доцент Төлепбердинова Гүлнұр Алпысқызы, PhD аға оқытушы Абдиахметова Зухра Муратовна, магистр аға оқытушы Ғазиз Гүлнұр Ғазизқызы, магистр оқытушы Сәрсенбаева Талшын Сағдатбекқызы, магистр оқытушы Нұрғазы Нұрбол Нұрматұлы. Біздің курс сізге ұнайтынына сенімдіміз!